Сәлем достар, біз бүгін молочная девочка на сковороде жасайтын боламыз. Сол үшін 2 жұмыртқаны алып, осылай жарып қоямыз орташа. Сосын сгущенка қойытылған сүт 380 грамм керек болады. Одан кейін ұн керек болады 400 граммдай. Содан кейін разрыхлитель 1 шай қасық. Сөйтіп барып, осылай илеп, сосын пісіріп аласыздар. Сковородкаге ешқандай майсыз 2 бетін қойып, осылай пісіріп аласыздар. Менде 6 корж шықты. Содан кейін бұны формаға келтіріп аласыздар. Содан кейін осылай мен сгущенка 300 грамм мен сметана 300 грамм, сметана қойлы болған дұрыс, сөйтіп жасап шықтым. Сөйтіп екеуін араластырып, арасына жағатын боламыз. Менде толық видеосы жасаған видеом жоқ, бірақ менің айтқанымдағыдай жасасаңыздар, сіздерде шығатын болады. Астарыңыз дәмді болсын, достар. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Содан кейін сау болыңыздар.